Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Балақай, қазақ тілінде қанша әріп бар, білесіңдер ме? Дұрыс айтасың. 40 әріп және 2 таңба. Қайталайық. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, А, Ә, Ю, Я. Және 2 таңбамыз жіңішкелік белгісі және айыру белгісі. Барлығы 42 әріп. Балақай, бүгін біз соңғы әрпіміз айыру белгісімен танысамыз. Бұл айыру белгісі. Объектив сөзінде ортасында кездеседі. Айыру белгісі ешқандай дыбыс шығармайды. Ол тек дауыссыз дыбыс пен дауысты дыбысты ажырататын таңба, белгі. Және тек орыс тілінен енген сөздерде ғана кездеседі. Мысалы, подъезд сөзінде 7 әріп, 6 дыбыс бар. Объектив сөзінде 8 әріп, 7 дыбыс бар. Айыру белгісі кездесетін сөздерге назар аудар. Разъезд. Пойыздар келе жатқан шағын елді мекендерде тоқтап тұратын жерлер. Подъезд. Көп қабатты үйге кіру құрылыс бөлігі. Съезд. Оқылым. Бірге дауыстап, әндетіп оқып көрейік. Подъезд. Подъезд. Разъезд. Разъезд. Съезд. Объектив. Объектив. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Жазылым. Айыру белгісін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2, 3. Балақай, байқадың ба? Жіңішкелік белгісі мен айыру белгісі өте ұқсас. Тек айыру белгісінде жоғарғы жағында құйыршығы бар. Шатастырып алма. Адасқан әріптерді тап. Әріптердің орнын ауыстырып, айыру белгісі кездесетін сөзді құрап көр. Өте жақсы. Бірінші сөз разъезд. Екінші сөз подъезд. Керемет. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Басқа да әріптермен танысу үшін арнамызға тіркеліп, видеолар бөлімінен қарап көр. Келесі кездескенше қош сау бол.